Тек әдеттегідей басымнан сөз асыра алмадым болды. Менің бір ғана балалығым шығар, мүмкін 25-ке толғандағы ең қалып қойған кішкентай шалалығым сол шығар. Жаным ағайын, кешіріңіздер. Үлкен кісіге олай деп сөйлегім келген жоқ. 13-те болса баланың даналығы болады, 60-та болса да шалдың шалалығы болады ғой. Сондықтан мен ол кісіні көрсем, мен міндетті түрде кешірім сұраймын. Ол кісі де менен сұрайтын шығар деп ойлаймын. Бірақ мысалға біреу келіп сосын мен барып оның маңдайынан бір соқсам, бәрі мен кінәлі болады екенмін. Біреу маған десе, мен оған кінәлі болып болады екенмін. Яғни, білмеймін, өзгеру керек шығар мүмкін. Мен тырысам, кеудемнен шыбын жаным шырылдап шыққанша, қара тұяғымнан хәл кеткенше, мен елім үшін қызмет жасаймын ағайын. Қолдаушы болып тілек білдірген, шынымен ниеттес болып жатқан жандарға алғысым шексіз. Аман болыңыздар. Бекерден бекер жазғырмаңыздар, бірақ ол жерде болған жоқсыздар, өйткені төбелестің ортасынан келген адам кімдір арын білмейді дегендей